Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандық өнертапқыштар. Екінші сабақ. Оқу мақсаттары. Эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығын өз ойымен дәлелдеп жазу. Келесі тапсырма жаңа сөздермен жұмыс. Қазір балалар, сөздік дәптерлерімізді ашып қоямыз. Менің сонымнан қайталайсыңдар. Жасады, сделал, басқаруға, управлять, ақырын, медленно, тербелеу, колебаться, ескерту, предупреждение, жөргек, подгузник, жылау, плакать, сәби, младенец, ылғалдық, влажность, қызуы, температура, тонып қалды, замерз, құрылғы, устройство. Ал енді сөздік дәптерлерімізге көшіріп жазамыз. Келесі 5-ші тапсырма 119-шы беттегі тапсырманы орындаймыз. Айтылым. 7-ші тапсырма 120-шы бет. Сұхбат құрайық тәсілі арқылы тілші өнертапқыштан бесігі туралы сұрап, ол сұрақтарға жауап беруге тиіс. Үйге тапсырма. А деңгейі. Жас өнертапқыш атты эссе жазу. 9-шы тапсырма 120-шы бет. Б деңгейі. Бесіктің артықшылықтарын жазыңдар. С деңгейі. Мәтіннен қимылсын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді теріп жазыңдар. 5-ші тапсырма 119-шы бет. Келесі рефлексия. Бүгін сабақта мен не туралы білдім? Мен не үйрендім? Маған не ұнады? Мен үшін не қиын болды? Менің көңіл күйім қандай?